Жазадан құтылып кететін браконьерлер бізге миығынан күледі. Азаттық тілшісі сөйлескен Қызылорда облысындағы Охотзоопром мемлекеттік мекемесінің басшысы осылай деді. Ол киік аулап жүргендерді ұстап беретіндерін, бірақ кейде іс аяғына жетпей тоқтап қалатынын айтады. Бұл біздің автокөліктердің қазіргі кезде мемлекеттен беріліп отқан қозғалтқышының көлемі 4 және 4,5 болатын болса, қазіргі кезде қаскөйлер өзінің автокөліктерін мемлекеттік стандарттан өзгертіп 5-7 және 5 куб алуға қып жасап алған қазіргі кезде. Одан бөлек автокөліктер мемлекеттік стандарттан әрі асырып, әлдеқайда биік қып көтеріп алған. Мемлекеттік стандарттарда белгіленген тәртіпке бағынбай отыр олар. Далалық жерлерде біздің автокөліктердің жетіп және оның ұстауға өте қиындықтар туғызылады. Себебі біздің автокөліктерді оған қарағанда сәл төмендеу болады. Және солар ұстау барысында біз автокөліктерімізді талы жерлерде қиратып алып жатамыз. Сонымен қатар, мына кейінгі кезде Жалағаш, Қармақшы аудандарының далалық жерлерінде мына қара құйрық аңына аяусыз қырып жүрген қаскөйлерді біздің Охотзоопром Қызылорда филиалы инспекторлары өзінің жанын қиярдай жүріп зорға ұстап өткізеді. Ал сол қаскөйлердің іс-әрекеттері қазіргі кезде дәлелденбеді деген себептермен сол автокөлік егесіне қайтарылып берілген. Және іс тоқтамда тұр қазіргі кезде. Енді айналып келгенде ішкі істер органдары жұмыс істемей жатыр деген мәселе емес бұл. Бірақ бұндай жазадан құтылып кетіп жатқан адамдар біздің қорғау жұмыстарына миығынан күліп, ары қарай өздерінің жаман әрекеттерін іске асыра береді. Сонымен қатар мынау ішкі істер органдарына айтар едім, мынау көшеде жүрген, далалық жерлерде жүрген, мынау мемлекеттік стандарттан асып кетіп, автокөліктерін, джип автокөліктерін соншама жоғары көтеріп алып, сондай жаман мақсатқа пайдаланатын автокөліктерге қатаң жаза қолданса деймін. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды облысында қаңтардың 13 күні 2 қорықшыға браконьерлер шабуыл жасаған, ауыр жараланған бір қорықшы Ерлан Нұрғалиев 15 күні Астанада ауруханада қайтыс болған. Марқұм кеше жерленді. Ішкі істер министрі браконьерлердің кім екені анықталғанын, іздестіріліп жатқанын, әлі табылмағанын айтқан. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі қаза тапқан Нұрғалиевке ерлігі үшін медалін беруді ұсынған.